Женщине Господь даровал такое чудо, как деторождение. Она может быть сильной, она может быть начальником. Женщина может быть даже космонавтом. Но космонавт женщиной никогда не может стать. Женщина для меня – это чудо. Чудо, через которое Господь род человеческий продолжает. Это надо понимать. Это самое главное. То есть женщины могут все, что могут мужчины. Но только при этом они еще и рожают. Для меня это чудо. Я не понимаю, как можно это не ценить, и не восхищаться, и не холить, и не лелеять вот это чудо, прежде всего. В женщине нужно поддерживать ощущение ее главности, и ее, не знаю, красоты, ее молодости. Женщина – это центр, такая ось, вокруг которой крутятся мужчины с их подвигами, завоеваниями, научными открытиями. Потому что мужчины не могут продолжать род человеческий. Так что женщина для меня – это все-таки главное. Достар бәріне сәлем. Мына видеода көріп тұрғаныңыздай бұл кісі басқа ұлттың өкілі, және бұл кісі әйел адамның қадірі соншалықты жоғары екенін айтып жатыр. Егер қазақша сөйлеген өзіміздің ұлттың ер адамдарының айтқанын кездестірсем, мен де қоятын едім, ондай адамдар бар екенін білемін. Қолыма, көз алдыма осы ғана видео түсті. Және қай ұлттың еркегі айтса да, еркек айтқаннан кейін сол өте жақсы нәрсе деп айта аламын. Бұл жерде әйелдің қадірін көрсетіп жатыр. Әйел адам космонавт та бола алады, әйел адам әскери адам да бола алады. Әйел адам көп нәрсе істей алады, әйел адам мерген де бола алады, көлік те айдай алады. Бізде стереотип бар, әйел адам неде отырса, рульде, көлікте отырса, ой, маймыл жүріп бара жатыр деп солай қысатындары бар. Я, әйел адамның ойлау қабілеті және өмірді сезінуі басқаша, сондықтан мүмкін ер адамдардың көлікке деген реакциясы жақсырақ шығар, бірақ мен өте жақсы машина айдай алатын, көлік айдай алатын әйелдерді де білемін. Олар ер адамдардан нашар айдамайды. Соған қарағанда бұл әйел мен еркекке байланысты емес, көлік айдау. Ол адамның ішкі дүниесі және өзінің ойлау қабілеті, дамуы және машина айдаудағы тәжірибесіне байланысты ғой. Сол. Ал мен айттым ғой, жақында менде бір видеом жақсы үлкен просмотрға шықты деп. 170 мың просмотр 2 күннің ішінде өсіп жатыр. Соған қарағанда көп комментариялардан байқаймын. Ер адамдар өздерінше, ой, біз ажырасқан балалы әйелді алмаймыз, ол бізге не керегі бар, жаңағы ажырасқандар ажырасқанмен жүре берсін, ойдағы жігіт үйтпеу керек, бүйтпеу керек деп жатады, деп жатыр. Олар бар ғой, негізі диванда жатқан комментаторлар деп айта аламын оларды. Неге? Өйткені бойдақ па, бойдағы емес па, ажырасқан ба, жаңағы әйелсіз жесір қалған ер адам ба, өзі біледі ғой, не істерін негізінде. Біреудің жүрегіне біз не істейді деп айта алмаймыз ғой, бірақ жалпы қоғамда осындай ұғым бар ғой. Әйел ажырасты ма, оны шеттету керек, әйел ажырасты ма, оны құлату керек, оны моральды түрде сындыру керек деп жатады. Бірақ қазіргі заманда біз әйелдер тарапынан өзімізге бір асыратпас қысымды жақтырмаймыз. Сондықтан мен және мен сияқты әйелдер осындай видеоларды салып, айтып, бүкіл елдің алдына жасайтын болады. Ер адамдар дайынсыздар ма жоқ па, бәрібір әйел адамның қоғамдағы орны қазір көтеріледі. Ол көтеріңкі, бірақ одан да жоғары көтеріледі біздің елімізде. Өйткені ажырасқан әйел пәк емес деп кім айтты? Жаңағы ажырасқан әйел баласы бар. Ол бұзылып кетеді деп кім айтты? Сіздер көріп жүрсіздер ма не істеп жүргендеріңізді? Мүмкін жаңағы қолы салбырап жүрген еркекке қарағанда біздің жасап жүрген елге деген қызметіміз жоғарырақ шығар. Біріншіден біз балаларды асырап, тәрбиелеп жатырмыз.